саламатсыздар ма? Құрметті әріптестер, мен аты-жөнім Егерман Бекболатқызы. Мен Әуезов ауданында операциялық зал бастығы болып жұмыс істеймін. Енді жалпы бағанадан бері бірталай мәселе шешіліп жатыр, бірталай сауалдар қойылып жатыр. Барлығы дұрыс деп ойлаймын. Енді өзіміздің Әуезов ауданы бойынша қосатын мәселемізді айтып кетсек, қысқаша танысып кетсек, Әуезов ауданы. Алматы қаласы Әуезов ауданының халық қызмет көрсету орталығы ағымдағы жылдың 26 маусымынан бастап бұрынырақ Алатау ауданы халық қызмет көрсету орталығы орналасқан Рысқұлов даңғылы 168-ші мекен-жайы бойынша жұмыс істей бастады. Жалға алынған ғимараттың жертөле үй-жайымен қоса алғандағы аумағы 550 шаршы метрді құрайды. Жертөледе халық қызмет көрсету орталығының қоймасы орналасқан. Штат кестесіне сәйкес қызметкерлер саны 80 адамды құрайды. Әуезов ауданының тұрғындарына 14 терезе арқылы қызмет көрсетіледі. Енді қызмет түрлерін білесіздер, оны атап өтпей қояйын. Жалпы Әуезов ауданында бір жұмыс күні ішінде халыққа қызмет көрсету орталығымыз мамандары жаңағы шамамен 1000-1300 адамға дейін қабылдаймыз қазіргі кезде, яғни қызмет көрсетеміз. Сондай-ақ мамандардың жаңағы үйге шығуы қазіргі уақытта үйдегі жаңағы бірінші санаттағы мүгедектерге төсек тартып жатқан адамдарға олардың жаңағы қағаз нұсқаулары бойынша пайдаланып құжаттау өткізіліп жатыр. Бүгінгі күнге дейін 53 үйге шығу іске асырылды. Енді Алматы қаласы әкімдігіне берілген жаңағы Маңғыстау көшесі 51 мекен-жайы бойынша орналасқан жаңа ғимаратта қазір құрылыс жұмыстары жүріп жатыр. Бұл құрылыс жұмыстары қарқынды жүргізілуде. Сондықтан да бұйырса енді осы жылы, я болмаса келесі жылдың басқа айларында сол ғимаратқа көшеміз деп ойлаймыз. Енді Әуезов ауданы халық қызмет көрсету орталығының проблемалық мәселелері енді жаңағы айтып кеткен электрондық үкімет ақпараттық базасының жұмысын жақсарту туралы. Өйткені бұл электрондық үкімет базасы кей кезде 4 сағатқа дейін мысалға қарапайым халықты өткізіп қояды. Өйткені бұл техникалық себептеріне байланысты, жаңағы басқа да себептері бар. Бұл өте жаңағы қолжетімді болмайды. Келесі мәселе бұл орталық қызметкерлерінің еңбек ақысы. Енді әрине бұның қазір бәрімізді көтеріп отырмыз. Еңбек ақы әрине де бұл ең басты мәселенің бірі. Енді бұл жерде бір нұсқа берілген, біздің нұсқамыз беріліп отырған, ол жаңағы осы біздің халыққа қызмет көрсету орталығын мемлекеттік коммуналды меншік кәсіпорындарына қайта тіркеуге өтсе деген ұсынысымыз. Қажетті көлікпен қамтамасыз ету, өйткені жаңағы осы бүкіл халыққа қызмет көрсету орталығында жұмыс атқаратын инспекторлар дейміз, консультанттар дейміз, олардың үйіне қайтуы, өйткені бұл адамдар өте ерте келіп, жаңағы өте кеш қайтады жұмыстан. Сонымен қатар мен жаңа жоғарыда айтып кеттім, біз үйлерге шығып, бірінші нысанадағы мүгедектерге төсек тартып жатқан адамдарға үйлеріне шығып құжаттандырамыз. Сол себептен бұл құжаттандыруды жүргізу үшін бізге көлік қажет. Енді келесі мәселе халыққа қызмет көрсету қызметкерлерінің жаңағы келіп жатқан азаматтардың негізсіз және құқықсыз құқықты бұзу арқылы жасайтын әрекеттеріне жәбірленіп, тіл тигізуден, түрлі инстанцияларға негіздемеген арыз жіберуден қорғауды бұқаралық ақпарат құралдарының арқылы халыққа қызмет көрсету орталықтарына жұмыс тәртібі мен регламент туралы түрде түсіндірулер арқылы қамтамасыз етілсе деп ойлаймыз. Өйткені халыққа қызмет көрсету орталықтарында бірталай адам жұмыс істейді, ол адамдарға негізсіз әртүрлі жала жабулар, сонымен қатар әртүрлі жаңағы адамды мысалға жұмыс атқарып тұрған адамды ренжітіп кетуде, бұл мысалға былай қарасақ миға сыйар нәрсе емес. Сондықтан да жаңағы сол халыққа қызмет көрсету орталығында жұмыс істеп келе жатқан адамдарды қорғау. Бұл бір мәселе болып табылады. Енді келесі мәселенің бірі бұл халыққа қызмет көрсету орталығындағы қызметкерлерді сақтандыру, қамтамасыз ету сақтандырумен. Өйткені мысалға қандай да мекемелерді алмаңыз, сол банкті алмаңыз, банктердің барлығы адамдардың бәрі сақтандырылған, өмірлері сақтандырылған, жаңағы ауырып қалса, тағы басқа деген сияқты себептерде мысалға егер сондай мәселелер болып жататын болса, сақтандыруы қарастырылса деген мәселе. Енді халыққа қызмет көрсету орталықтарында
жаңағы сонымен қатар жаңадан қабылданған қызметкерлерді оқыту, соларға курстар ашу, басқа мысалы баяғыдан бері жаңағы жұмыс істеп келе жатқан қызметкерлерге жаңағы біліктілігін